Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін Қазақстан тарихы бойынша орта ғасырлардағы Қазақстан тарихын өтеміз. Сіздермен бірге Орынғали ағай, тарих ұстаз каналы. Енді біздер Қазақстан тарихының ежелгі заман бөлігін аяқтаған болатынбыз. Жалпы тарих, бізде Қазақстан тарихы 4 бөлімнен тұрады екен, оқушылар? Барлығымыз білеміз, ол 4 бөлімнен тұрады. Ол қандай бөлімдер? Ежелгі Қазақстан, ежелгі замандағы Қазақстан тарихы, және орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы, жаңа замандағы Қазақстан тарихы, және соңғы қазіргі замандағы. Біз бүгін екінші бөлігіне келдік, яғни орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы, 6-17 ғасырлар. Жалпы біз орта ғасырлардағы Қазақстан тарихын 3 бөлімге бөліп қарастырады екенбіз, оқушылар. Енді бірінші бөлім ерте орта ғасырлар деп аталады. Ол 6-9 ғасырлар аралығын қамтиды. Екінші бөлім дамыған орта ғасырлар деп аталады. Ол бізде 10-13 ғасырлар аралығын қамтиды. Ал үшінші бөлім кейінгі орта ғасырлар. 13 ғасырдың бірінші жартысы мен 17 ғасыр аралығын қамтиды екен. Яғни барлығымыз орта ғасырлы 3 бөлікке бөліп алсақ, енді келесі бізде ерте орта ғасырлар бөліміне көшейік. Соның ішінде біз өтетін тақырыбымыз түрік қағанаты. Яғни ең алғашқы ерте орта ғасырлық мемлекет болып табылады. Жалпы түрік қағанаты 552-603 жылдар аралығында құрылған, өмір сүрген уақыты. Түркі кезеңі деп біз барлық мемлекеттерді атаймыз. Барлық ерте орта ғасыр мен дамыған орта ғасырларда өмір сүрген мемлекеттерді атай береміз. Оның ішіне біздерге түрік қағанаты, батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты, ұйғыр қағанаты, қарлұқ қағанаты, түргеш қағанаты, оғыз қағанаты, қимақ қағанаты және қыпшақтар, қарахандықтар, найман, керей, жалайырларға дейінгі аралықты қамтиды. Яғни 6-13 ғасыр аралығын біз тарихта түркі дәуірі кезеңі деп атайды екенбіз. Енді түркі хандығын құрған, түркілік руна жазуын ойлап тапқан ежелгі түркілер тарих сахнасына 6 ғасырдан бастап енген екен. Қытай деректерінде түркілердің отаны Алтай таулары деп атайды екен. Яғни Алтай тауларында ең алғашқы негізгі мекендеген жері. Енді картаға қарасаңыздар, түркі даласы ұлы дала. Бұрын біз өткен ұлы дала. Ұлы дала дегеніміз қай жер еді? Дунайдан бастап, Дунай, мына жерде бізде Алтай таулары бар, Алтайға дейін. Одан әрі біз Манчжурияға дейін де өтетін едік. Естеріңізде болса, сол Манчжур жерлеріне дейінгі аралық картада көрсетілген. Былайынан білесіздер, ұзындығы 6000 километрді қамтиды деп айттық. 6000 километр. Дәл осы жерде түркілер мекендеген. Яғни қазір біз түркілердің ең алғашқы пайда болған территориясына тоқталамыз. Бұл түркілердің жалпы мекендеген территориясы картада. Қара теңізден бастап Манчжурияға дейінгі жерді алып жатқан. Қытай деректерінде түркілер туралы ең алғашқы дерек 542 жыл пайда болған. Яғни мемлекет болып құрылмас бұрын 10 жыл бұрын айтқан екен, бар екенді. Түрк этнонимі тарихта кездескен уақыт ол 6 ғасыр екен. Түрк сөзінің мағынасы берік және күшті деген мағынаны білдіреді. Жаттап алыңыздар. Түрк сөзінің мағынасы берік және күшті. Бізде қазақ сөзінің де мағынасы болды ғой, білесіздер, бар екен. Еркін, кезбе деген сияқты мағына білдіреді. Ал түрк сөзі болса бізде берік және күшті деген мағына білдіреді екен. Енді түрік тайпаларын ең алғаш теле тайпалары деп атаған. Телелердің саны 15 теле тайпасы болған. Қытай деректерінде теле тайпалар Тю-Цзю-Э деп атаған екен. Түсінікті ғой, Енді 6 ғасырда Гобей шөлінің солтүстігіне қарай Қытай дерек көздерінде түркітілдес тайпалардың барлығын бір сөзбен теле тайпалар деп атаған екен. Яғни бұлар ғұндардың ұрпақтары болып табылады. Қазақстан территориясы, Батыс Монғолия территориясы, солтүстік батыс, солтүстік Қытай территорияларында мекендеген ғұндар бар ғой, солардың ұрпағы болып табылады. Енді бізде түркілерді басқаратын руды, яғни басқаратын әулетті Ашина әулеті дейміз. Ашина, яғни түркілердегі не ол? Түркілерді басқаратын әулет. Ру немесе түркілерді басқаратын ру. Ашина деп аталады. Енді қараңыздар, міне, түркілер алғашқы мекендеген жері біздің Алтай өңірлері болып табылады. Негізгі отаны сол Алтай жақта болған. Енді алғашында түркілер неге тәуелді болған? Кімге тәуелді болған? Жужандарға тәуелді болған, қараңыздар. Жужан қағанатына тәуелді болған және оларға темірмен салық төлеп отырған.
Жалпы тарихта айтылады, ана Бумын қағанның Анағұй қағанмен, яғни Жужанның басшысы Анағұй екеуінің арасындағы текетірес. Былай болған ғой оқиға. Бумын қаған кімге? Анағұй қағанға ұсыныс жасайды. Мысалы, Бумын қаған Анағұй қағанның несіндегі сарайындағы темір балқытушыға шейін сен қызыңды бер дейді, Анағұй қағанға айтады тұрмысқа. Сөйтіп елші жібереді. Сол кезде Анағұй қаған ашуланады. Неге ашуланады? Себеп мынанда жатыр да, қараңыздар. Анағұй қаған билеуші, ал Бумын олардың бағынышшысы, яғни былайынша айтқан кезде Анағұй қағанның жауабы былай болады: менің сарайымдағы темір балқытатын құл менің қызымның қолын сұрауға қалай дәті барды деп айтқан екен. Иә, себебі ол білесіздер ғой, не екенін, қалай айтуға болады. Анағұй өзін билеуші ретінде біледі, ал кім болса Бумынды ол өзінің құлы ретінде біледі, яғни вассалы, былайынша айтқан кезде вассалынан да төмен көрген. Енді 545 жылы Бумын дәл осы жауапты күткеннен кейін Қытаймен одақтасады. Яғни Бумын оның жауабын білді, себебі қызын білмейтін. Себебі оған не керек? Екі арадағы отты тұтату керек, яғни екеуін бір-бірімен шиеленістіру керек. Сөйтіп өздерінің тәуелсіздігін алып шыққысы келді. Сөйтіп Қытаймен одақтасып 552 жылы түркілер Жужандарды талқандайды. 552 жылы Түркі елінің қағаны болып Бумын жарияланады, және оған Ұлы Жабғу деген атақ беріледі. Ұлы Жабғу атағы берілген. Ұлы Жабғу атағы бізде Бумын қағанға Жужандарды жеңгеннен кейін берілді. Енді Бумын қаған қайтыс болғаннан кейін оның орнына баласы Мұқан қаған келеді. 553-572 жылдары. Енді Бумын көзі тірі кезінде территорияны Хуанхэ өзеніне дейін жеткізіп кеткен. Мына суретте Мұқан қағанның бейнесі бейнеленген екен. Қараңыздар. Мұқан тұсында түпкілікті Жужандарды жеңеді. Яғни мүлдем бас көтерместей қылып жеңіп тастайды Жужандарды. Бумын қаған қайтыс болған соң орнына 553-572 жылдар Мұқан келеді. Мұқан қаған кезінде қандай өзгерістер болды? Мұқан қаған орталық Азияны түркілердің құрамына қосты және оңтүстік Сібірді жаулап алды. Қытайлар салық төлеп отырды жібекпен. Мұқан қағанға Қытайлар салық төлеген жібекпен. Және Қытай жылнамаларында ол Ұлы қорғанның сыртындағы иеліктерінің барлығының зәресін ұшырды деп жазған. Яғни Мұқан қаған мықты болған. Былайынша айтқанда, қарапайым сөзбен, барлығы қорқынан авторитет болған ғой Мұқан қаған өз кезінде. Түсінікті ғой, келесі. Мұқан қаған өлгеннен кейін оның орнына Иштимей қаған келеді. Иштимей қаған қазіргі Қазақстанды жаулап алады, Орта Азияны полный, одан кейін Еділ мен Солтүстік Кавказды полный жаулап алады. Осы территорияның барлығына билік жүргізеді. Түркі қағанаты нығайған кезде, яғни 70-ші жылдары 6-шы ғасырдан Босфордан Манчжурияға дейін, яғни немесе Қара теңізден Манчжурияға дейінгі үлкен территорияны алып жатқан екен. 80-ші жылдары 6-шы ғасырдың 80-ші жылдары эфталиттер жеңеді. Иштимей парсылармен одақтасады да эфталитті екі жақтан қысып жеңеді. Бірақ нәтижесінде екеуі жеңіске жетті ғой, Иштимей мен, яғни түркілер мен парсылар. Эфталиттің территориясын бөлісу кезінде не пайда болады? Түсініспеушілік пайда болады. Сөйтіп түркілер Византиямен одақтасуға тура келеді. Енді түркі мен Византия арасындағы одақ Парсыға қарсы бағытталған, міне, Парсыға қарсы бағытталған, яғни ол Византия мен түркілердің жеңісіне алып келді. Иштимейдің тұсында Орта Азияны жаулап алғаннан кейін Қытайдан Жерорта теңізіне баратын едәуір Ұлы жібек жолын басқарып отырған. 568 жылы Византия еліне Маниах деген түркі елшісі барады. Ал керісінше Византиядан түркілерге Земарх деген елші келеді. Парсыларға қарсы түркілер мана византиялықтармен осы одақтасқан болатын. Енді Иштимей қаған өлген соң оның балалары билікке таласады. Нәтижесінде 6-шы ғасырдың соңы мен 7-ші ғасырдың басында Қытай күшейеді. Түркі мемлекеті әлсіреген соң Қытайлар түркілерді әскери жолмен басып алмағаннан кейін дипломатиялық жолмен екіге бөледі. 603 жылы. Батыс түрік қағанаты 674 жылдар аралығында өмір сүреді, шығыс түрік қағанаты кейінірек құрылады. 682-744 жылдар. Яғни шығыс түрік қағанаты уақытша Қытайға тәуелді болған. Қытайға тәуелді. Түсінікті ғой. Енді территориясын қараңыздар. Шығыс түрік қағанаты міне, мынау батыс түрік қағанаты, Батыс түрік қағанаты тәуелсіз бізде,
тәуелсіз, ал шығыс түрік қағанаты Қытайға бағынды уақытша бірақ. Кейін оны тәуелсіздігін алып шығады. Түсінікті ғой, иә? Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін бізде Қазақстан тарихынан орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы екінші тақырып батыс түрік қағанатын өтетін боламыз. Біздер алдыңғы сабақта түрік қағанатын өткен болатынбыз. Түрік қағанаты 603 жылы екіге бөлініп кеткен болатын, батыс және шығыс болып, иә? Енді батыс түрік қағанаты өз мемлекетінде құрылуына әсер еткен жағдай ол Истеми, яғни Иштими қағанның әулеттерінің дербес билікке ұмтылуы. Қытай деректерінде 100 мың адамнан тұратын 10 тайпаның қағаны болып есептелген, ол Иштими қаған. 10 түмен әскері болған деп айтады, яғни 100 мың. Енді Іле өзенінен және Жоңғар аумағынан батысқа қарайғы Жетісу аумағы Қаратауға дейінгі созылған үлкен аймақты алып жатқан ол түрік қағанаты. Міне картадан қараңыздар. Іле өзенінен басталған Жетісуды алып жатыр. Міне астанасы Суяб қаласы, жазғы ордасы Мұңбұлақ деген қала, иә? Енді батысқа қарай, яғни Қара теңізге дейін территорияны үлкейткен болады. Мына жерде мысалы біздің Қара теңіз тұр, иә? Қара теңіз. Мынау біздің Каспий теңізіміз өзіміздің. Мынау Арал, иә, білесіздер ғой, иә? Жақсы, осы үлкен территорияны алып жатқан. Енді батыс түрік қағанатының аумағы негізі Жоңғариядан бастап Қара теңізге дейінгі үлкен аймақты алып жатыр. Жазғы ордасы Мұңбұлақ қаласы, яғни Түркістан қаласының маңында орналасқан. Міне тұр Мұңбұлақ. Және де Шу өзені бойындағы Ыстықкөлге жақын орналасқан. Ол негізгі астанасы Суяб қаласы болып табылады. Батыс түрік қағанаты. Енді 10 оқ будын жүйесіне тоқталайық. Ол не ол 10 оқ будын? Жалпы батыс түрік тайпасы 10 тайпадан тұрған. Иә? Батыс түрік қағанатының 10 тайпаның жүйелі аталды. Оны 10 оқ будын. Будын деген сөздің мағынасы халық деген мағынаны білдіреді. 10 тайпа бөлінді. 5 нушиби, 5 дулу деп. Иә? Міне 5 дулу және 5 нушиби деп бөлінген. Шу өзенінің шығысында 5 тайпа дулу мекендесе, міне шығысында дулу мекендеген, ал батысында нушеби тайпалар мекендеген. Осы дулу мен нушеби тайпаларын 10 оқ будын, яғни 10 оқ будын тайпасы деп атайды екен. Енді батыс түрік қағанатының күшеюі. Тарихшы Гумилевтің айтуы бойынша Иштими өлгеннен кейін билікке Тардуш Дато келеді. Жеке мемлекетке айналады осы тұста. 7-ші ғасырдың бірінші жартысында мемлекет өркендейді. Шегу мен Тоньябу тұсында мемлекет күшейді. Тоньябу тұтындар деген лауазым енгізген. Тұтындар деген жаулап алған жерлердегі салықты жинайтын адамдар. Батыс түрік қағанатының негізгі өзегі болған жер ол Жетісу. Міне, Балқаш пен Ыстықкөл аралығы. Иә? Орта Азия жеріне Тоньябу толықтай бақылау орнатқан екен. Қытай шежіресінде Тоньябу туралы былай жазған. Батыс варварлары дейді. Ешқашан дәл осындай қуатты болмады дейді. Яғни Тоньябу тұсын айтып отыр. Батыс түркілер дағдарыс басталады, ол Тоньябу өлгеннен соң мемлекетте дағдарыс басталды. Жалпы негізі тарихта Тоньябуды 618-630 жылдар аралығында билік еткен деп айтады. Ал мына Шегуді болса 610-618 жыл аралығында дейді. 618. Осы аралықта кімдер батыс түрік қағанаты күшейген екен. Енді батыс түрік қағанатының құлауы не әсер етті? Батыс түрік қағанатының дағдарысының басты себебі ол дулу мен нушеби тайпаларының билік үшін соғысы. Екеуі бір-бірімен 20 жыл бойы соғысқан екен. Дулу мен нушебилер. 634 жылы нушебилердің көмегімен билікке келген Ешпар елтеріс мемлекетті қайта өркендете алмады. Нушеби тайпаларының қолдауымен келді, бірақ мемлекетті өркендете алмады. 630-704 жыл аралығы ол түркілердегі батыс түрік қағанатындағы дағдарыс жылдары. Өзара қырқысты бастан кешіріп жатқан батыс түрік қағанатына Таң империясы, яғни Қытайлар басып кіреді. Сөйтіп 704 жылға дейін Қытайлардың қарамағында болады. Батыс түрік қағанаты орнына 4 мемлекет құрылған. Еділ мен Солтүстік Кавказда хазарлар құрылған, міне картада. Батыс Қазақстан территориясында оғыздар құрылған, Сырдария өңірінде, сосын қимақтар солтүстік шығыс Қазақстан өңірлерінде құрылған, және Жетісу жерінде бізде Түргеш қағанаты құрылған. Яғни батыс түрік қағанатының ыдырауы осындай 4 мемлекеттің құрылуына алып келген екен. Енді
Қоғамдық құрылысына тоқталайық. Мемлекеттің басшысын қаған деп атайды. Мемлекетті басқарушы да қаған. Одан кейінгі Ябғушат, Елтебер дегендер бар. Қаған руынан шыққан ақсүйектер. Бұйрықтар мен тархандар сот ісін жүргізетіндер. Бектер жергілікті әкімнің қызметін атқарған. Қарабұдын қарапайым халық. Түркілерде құл болған, оны тат деп атаған екен. Негізгі шаруашылығы мал шаруашылығы, егіншілікпен де айналысты. Себебі олар оңтүстік жақтар егіншілікпен айналысуға өте қолайлы болды. 7-ші ғасырдан бастап түркілер отырықшылана бастайды. Византия және Қытай мемлекеттерімен сауда жасасқан екен. Сюаньцянның айтуы бойынша қаған жібектен желбегей шапан киген дейді. Оның жанындағы жүргендер қамқадан желбегей шапан киген дейді. Бұл қандай тамаша көрініс деп сипаттап кеткен екен. Яғни түркілердің ақсүйектері. Келесі тақырып бізде шығыс түрік қағанаты. Жалпы шығыс түрік қағанаты басында Қытайға тәуелді болады. 603-тен 684-ке дейін, яғни 603-тен 682-ге дейін Қытайдың құрамында болды, Қытай құрамында. 682-744 жылы аралығында тәуелсіз мемлекет болып өмір сүреді. Елтеріс Құтлық қаған ордасына көшірген қала Өтіген қаласы, яғни астанасы Өтіген болады. 682 жылы Тан империясына қарсы көтеріліс басқарған Құтлық нәтижесінде тәуелсіздік алып шығып, Құтлық көтерілісшілер Қарақұмда таққа отырғызып, оны Елтеріс қаған деген атақ береді. Құтлықтың қолдаушы көмекшісі Тоныкөк болған, қолбасшысы. 691 жылы Елтеріс қаған қайтыс болады. Елтеріс қағанның балалары Білге мен Күлтеген. Шығыс түрік қағанатының территориясы бізде жалпы Қаратаудан Жоңғарияға дейінгі үлкен территорияны алып жатқан екен. Енді шығыс түрік қағанаты Құтлық қаған өлгеннен кейін Қапаған қаған келеді билікке. Қапаған қаған келген кезде Орта Азияны басып алады. Кейін Қапаған өлгеннен кейін Білге қаған билікке келеді. Білге қаған 721 жыл Қытайлармен келісімшарт жасайды. Яғни Тан империясы деген Қытайлар. Білге мен інісі Күлтегін осы шығыс түрік қағанатын күшейткен кез. 716 жылы билікке Құтлық қағанның баласы Білге қаған келеді. Яғни Мойыншор Білге деген сол. 723 жылы Қытайды жеңіп, бейбіт келісім келіп, Қытайдан жібек мата алып отырған екен Білге қаған. Енді бұлардың қайтыс болуы қалай? Яғни мемлекеттің құлауына не әсер етті? Арқын өзені маңында екі құлпытас орнатылған. Біреуі Білге қағанға, біреуі Күлтегін қағанға орналасты. Күлтегін бірақ қаған емес, Білгенің қасындағы ағайынды несі, бауыры және көмекшісі болған. Түрік қағанат тарих жылнамаларында болып табылатын ескерткіш ол Архон Енисей, Білге мен Күлтегінге арналған құлпытастар да бар. Әлсіреген 744 жылы әлсіреген шығыс түрік қағанатын ұйғырлар мен қарлұқтар қосылып шабуыл жасайды. Сөйтіп, біріккен ұйғыр мен қарлұқ әулеті Ашин әулетін құлатып, шығыс түрік қағанатын биліктен жояды. Міне, ұйғыр плюс қарлұқ шығыс түрік қағанатын құлатты. 734 жылы Білге қайтыс болды, 731 жылы Күлтегін қайтыс болды. Сөйтіп, түрік қағанаты құлаған болды.